Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Аталы сөзбен ес біліп, баталы сөзбен көгерген, аттан құласа да салттан құламайтын, жағысынса да сағысынбайтын, аты шапса қоса бағымен бабы шабатын ардақты арқаның азаматтары, атбегілер, еркіндік ауылының қонақтары. Еңселі елім еркіндігім атты еркіндік ауылының ауыл күніне арналған ат жарысына қош келіпсіздер ағайын. Мен ауылдан кетпеймін, елде қалам, шабытты өзім туған елден алам. Мені көріп жинайды аяқ қолын кеуде керіп, ауылға келген адам дейді. Міне ауылдың азаматтары, осы еркіндіктің киелі қасиетті топырағынан туған жанашыр азаматтары ұйымдастырып отырған еркіндіктің тойына қош келдіңіздер деп тағы бір мәрте қол соғып қойыңыздар ағайын. Ауыл солай есіңде қалу керек, ерінбестен ауылға бару керек. Кіндігіңнің қасық қаны тамған жерге маңдайыңның тереде таму керек деп Бауыржан ақын жырлағандай, міне ауылдың азаматтары осыдан бірер жылдар бұрын осы ауылда туып кіндік қаны тамғанын көрсетіп, бүгінде осы жерге маңдайының терін тигізіп жатқан жайы бар. Ендеше еркіндік ауылының азаматтарының құрметіне Алла разы болсын деп бір алақан соғып қойыңыздар ағайын. Құранның сөзі, қасиет пайғамбар сөзі, өсиет күдерің дүзбе Құдайдан көрсеңзе қайғы қасірет деген. Ендеше қадірлі ағайын, бүгінгі іс-шарамызды ауылымыздың тойына арналған ат жарысын хатым Құран бағыштаумен бастағалы отырмыз. Осы ауылда жатқан барша әруақтарға, осы ауылдан шыққан атақты ат ұстаған азаматтардың рухына, тағы да басқа осы ауылға қатысы бар о дүниелік болған марқұмдардың рухына Бақтияр имамымыз Құран хатым түсірді. Арнайы Мұқашұлы Тұрсын атындағы мешіттің бас имамы, еркіндік ауылының осы имамы Бақтияр ағамыз қазір Құран бағыштайды. Баршамыз тіземізді бүгіп осы Құранға қол жаяйық. Алла тағала ниетімізді қабыл етсін. Одан кейін ауылымыздың ақсақалы Хайрулла атамыз ақ батасын береді. Содан кейін тайлар таныстыруды бастаймыз. Ал әмин деп дұғаға қол жаяйық. Бақтияр имам Құран бағыштайды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Mustafa Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem 18 мың ғаламды жаратқан әлемнің Раббысы Алла Тағала өзінің ұлық сөзі рахымды өзі мейірімдісін өзін куәгерсін. Куә отырғандай Алла Тағала осы қасиетті жексенбі күні бағышталып жатқан Құран аяттарын мен салауаттарымызды бір Алла разылығы үшін пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның әруағына рухына және де осы еркіндік ауылынан шыққан о дүниелік болған ат бегілер рухына арнайы Хасенұлы Рахманы әкеміздің, Мұқашұлы Тұрсын әкеміздің, Жандәулетұлы Мереке әкеміздің, Тотайұлы Орал әкеміздің, Төлегенұлы Қоңыр әкеміздің, Қабдиұлы Байзақ әкеміздің, Мағуұлы Сембай әкеміздің, Қалилаұлы Қапал әкеміздің, Сиязбайұлы Кәкен әкеміздің, Орынтайұлы Ержан ағамыздың. Я Раббым жаратушы Алла Тағала және де аты аталып аталмай кеткен және де осы Құранға бағыштап отқан күллі марқұм әруақтарының рухтарына да бағыштадық. Я Раббым жаратушы Алла Тағала осы марқұмдарларымыздың әруақтар рухтарына бүгінгі бағыштап отқан Құран хатымызды Алла қабыл етіп, жатқан жерлер жайыл топырақ торқа қиямет күні пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям шапағатымен нұрына бөлесін. Алла Тағала жәннат нәсіп етіп, жәннатта дәрежесін көтерсін. Я Алла Тағала бүгінгі беріп атқан мерейтойымыздың келген тұлпарлары бәйгілі болып, отысты болып, Алла береке жақсылық қуанышынан берсін. Алхамдулиллахи раббил аламин. Раббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина ғазабан нар. Бирахматика я архамур рахимин. Аллаху акбар. Қабыл болсын. Аумин. Алла разы болсын Бақтияр ағамызға. Міне қадірлі ағайын, бүгінгі тойымыздың басын Құранмен ашып жатырмыз. Алла Тағала осы бір ниетімізді, пейілімізді қабыл етсін дейміз. Ал енді тіркеуден өткен 55 тай деп әлгінде айттық. Сол 55 тайды атын атап түсін түстеп таныстыратын боламыз. Тайлар сахнаның мынау сол жағынан оң жақ қанатына өтетін болады. Сол жерде Ұлытау облысы мен Қарағанды облысынан бекітілген арнайы төрешілер бар. Ол төрешілерді осы Қарағанды облысы мен Ұлытау облысының атбегілері дауыс беру арқылы анықтаған болатын. Сол тісті таниды, тайлардың, құнандардың тісін тексеруді біледі деген азаматтар, оның барлығы жасынан атқа шауып, жастайынан ат баптаған азаматтар. Сондықтан сол азаматтардың шешімі болады. Сол азаматтардың айтқан сөздері Алла қаласа осы жерде орындалады. Себебі ешқандай даудамай болмас үшін әрбір ауданнан төрешілерді солай бекіткен болатынбыз. Сондықтан сол төрешілер тайлардың тісін тексереді. 10-шы нөмірлі тай Қарағыз шабандозы Ерғанат иесі Амрин Тәңірберген бапкері Бекзат Шет ауданы Жарық станциясы. 10-шы нөмірлі Қарағыз Жарық. 17-ші нөмірлі Көк Дауыл
шабандозы Нұртас, иесі Жандос, бапкері Жандос, Жамбыл облысы Меркі ауданы Ағарал ауылы 17-ші нөмірлі Көкдауыл Аттытай, Меркі Жамбыл облысы. 8-ші нөмірлі Тай, Бағымай Аттытай, шабандозы Исмаил, иесі Қазанғапов Айназ, бапкері Бексұлтан, Шет ауданы Босаға ауылы. 8-ші нөмірлі Бағымай, Босаға. 9-ші нөмірлі Жібек Аттытай, шабандозы Әлібек, иесі Ерлан Жайлаубаев, бапкері Бексұлтан, Шет ауданы Босаға ауылы. 9-ші нөмірлі Жібек, Босаға ауылы. Кеше ғана Қамбар бабасында автокөлік ұтқан Босаға ауылы. 15-ші нөмірлі Таңсары, шабандозы Музик, иесі Тоқбергенов Темірхан, бапкері Мош, Жаңарқа ауданы Ескене ауылы. 15-ші нөмірлі Таңсары, Жаңарқа ауданы Ескене. 16-ші нөмірлі Тай, Тауторы, шабандозы Нұржан, иесі Баймағамбет Сұлтан, бапкері Бергеновтер әулеті, Ұлытау облысы Ұлытау ауылы. 16-ші нөмірлі Тауторы, Ұлытау. 7-ші нөмірлі Атилла, шабандозы Мансұр, иесі Төлегенов Шалқар, бапкері Амандық Еркіндік ауылы. 7-ші нөмірлі Атилла, Еркіндік ауылы. Қол соғып отырыңыздар. 1-ші нөмірлі Тай, Көзайым, шабандозы Ерғанат, иесі Пазлы Бержігіт, бапкері Дарын, Жаңарқа ауданы Ақтөбек ауылы. 1-ші нөмірлі Көзайым, Ақтөбек. 22-ші нөмірлі Тай, Талхиз, шабандозы Шерхан, иесі Рахмедиев Сәкен, бапкер Дархан, станция Ағадыр кенті. 22-ші нөмірлі Талхиз, Ағадыр. 14-ші нөмірлі Жауынгер, шабандоз Нұрасыл, иесі Балғынбеков Нұрымжан, бапкері Ибрахим, Жарық станциясы. 14-ші нөмірлі Жауынгер, Жарықтан келген Жауынгер. 18-ші нөмірлі Тай, Раяна, шабандозы Ералим, иесі Тереков Ержан, бапкері Жансерік, Жаңарқа ауданы. 18-ші нөмірлі Раяна, Жаңарқа. 22-ші нөмірлі Тамирис, 2-ші нөмірлі Тамирис, шабандозы Айсұлтан, иесі Мұқашев Әлшер, бапкері Секен, Шет ауданы Айса ауылы. 2-ші нөмірлі Тамирис, Айса. 3-ші нөмірлі Тай, Домбыра, шабандозы Димаш, иесі Орынбасар, бапкері Орынбасар, Шет ауданы Айса ауылы. 3-ші нөмірлі Домбыра, Айса. 4-ші нөмірлі Тай, Гаухар, шабандозы Олжас, иесі Абылай, бапкері Орынбасар, Айса ауылы. 4-ші нөмірлі Гаухар, Айса ауылы. Мынау біздің Шет ауданындағы чемпиондарды шығарған, небір мықты атбегілер шығарған Айса ауылының азаматтарына бір қол соғып отырыңыздар. 4-ші нөмірлі Гаухар, Айса. 5-ші нөмірлі Тай, Басбатыр, шабандозы Нұржігіт, иесі Сейітхан Сәкен, бапкері Нұрдос, Жамбыл облысы Лугабой ауылы. 5-ші нөмірлі Басбатыр, Жамбыл облысы Лугабой. Мынау Сейітхан Сәкен деген азаматты білесіздер, хабар арнасындағы дүлдүлдер дүбірі, қазіргі таңда бақ пен бап деп аталатын бағдарламаның авторы, жүргізушісі Сәкен ағамыздың тайы. Қошеметтеп отырыңыздар. 5-ші нөмірлі Басбатыр Сәкен ағамыздың тайы. Жақында Алматы облысында Дегерес ауылында өткен тай бәйгіде бас жүлде ұтқан тай. Қошеметтеп отырыңыздар ағайын. Жақсыны көрмекке деген міне жақсы аттарды, жүйрік аттарды көріп отырыңыздар. 6-ші нөмірлі Тай, Ержүрек, шабандозы Исламбек, иесі Нағашыбай әулеті, бапкері Нұрсұлтан, Қарағанды қаласы. 6-ші нөмірлі Тай, Ержүрек, Қарағанды қаласы. 13-ші нөмірлі Гаухартас, шабандозы Ерсұлтан, иесі Сейсенбек Барат, бапкері Айбар, Астана қаласы. 13-ші нөмірлі Гаухартас, Астана қаласы, еліміздің бас қаласы. Кеше ғана дүбірлетіп туған күнін атап өткен Астана қаласынан келіп отырған тай. 13-ші нөмірлі Гаухартас. 12-ші нөмірлі
тай көзмоншақ. Шабандозы мультик. Иесі Иманов Дәурен. Бапкері Сакон. Жаңарқа ауданы Манадыр станциясы 12-ші нөмірлі көзмоншақ. Манадыр. 11-ші нөмірлі талисман. Шабандозы Рауан. Иесі Совет Ақжан. Бапкері Ерасыл. Босаға ауылы. 11-ші нөмірлі талисман Босаға. 25-ші нөмірлі Аққұйрық. Шабандозы Коси. Иесі Рашид. Бапкері Жако. Жарық станциясы. 25-ші нөмірлі Аққұйрық жарық станциясы. 24-ші нөмірлі тай Малыш. Шабандоз Санжар. Иесі Жанаман. Бапкер Жанаман жарық станциясы. 24-ші Малыш жарық. 23-ші нөмірлі тай Көгершін. Шабандозы Айбат. Иесі Болат Шайқы. Бапкері Айқын. Шет ауданы Ақжал кенті. 23-ші нөмірлі Көгершін Ақжал кенті. Баршаңыз білесіздер, мынау Ақжал ауылындағы Манабаев Болат ағамыз дзюдо күресінен, самбо күресінен әлем чемпионы ардагерлер арасында. Кеше ғана Қамбар баба асы өтті, сонау Қарқаралы Абыралы жерінде. Сол Қамбар баба асында тай жарысынан осы әулеттің тайы бас жүлдені ұтқан болатын ағайын. Қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. 19-ші нөмірлі қазына. Шабандозы Жұлдызбек. Иесі Қасымов Нұрсұлтан. Бапкері Нұрсұлтан. 19-ші нөмірлі қазына. Қарағаш ауылы, Қарағаш. 33-ші нөмірлі тай Қарагөз. Шабандозы Буди. Иесі Қуанышбек Мадияр. Бапкері Елдар, Қарағанды қаласы. 33-ші нөмірлі Қарагөз, Қарағанды қаласы. 34-ші нөмірлі тай Хан. Шабандозы Әрсен. Иесі Қуанышбек Мадияр. Бапкері Елдар, Қарағанды қаласы. 34-ші нөмірлі Хан, Қарағанды қаласы. 20-ші нөмірлі Сүлікқара. Шабандозы Боби. Иесі Тұржанов Жандарбек. Бапкер Манас, Ортау ауылы. 20-ші нөмірлі Сүлікқара, Ортау ауылы. Мынау Сүлікқарада шауып жүрген Боби атты шабандоз. Осы Еркіндік ауылының шабандозы бүгінгі таңда осы Қарағанды облысының намысын республикалық дәрежеде қорғап жүрген азамат. Қол соғып отырыңыздар Боби балаларыңызға. 21-ші нөмірлі Құндыз Қара. Иесі Лұқманов Елдар. Шабандозы Әбіл Мансұр. Бапкері Елдар. Шет ауданы Нұраталды ауылы. 21-ші нөмірлі Құндыз Қара, Нұраталды. 30-ші нөмірлі тай Нұрайым. Шабандоз Нұрдаулет. Иесі Серікұлы Әмір. Бапкері Еламан. Асакаровка ауданы. 30-ші нөмірлі Нұрайым, Асакаровка. 27-ші нөмірлі тай Ерқайыр. Шабандоз Жамбылат. Иесі Хасенов Жангелді. Бапкері Еламан. Жамбыл облысы Қордай ауданы. 27-ші нөмірлі Ерқайыр атты тай Қордай ауданы, Жамбыл облысы. Мынау 27-ші нөмірлі тай кешегі Қамбар баба асында екінші келген тай. Сонау Қордай ауданынан келген тай. 27-ші нөмірлі. 35-ші нөмірлі Қарлығаш. Шабандоз Жанибек. Иесі Ғазиз Базарбек. Бапкер Жандос, Бұқар Жырау ауданы. 35-ші нөмірлі Қарлығаш, Бұқар Жырау. 32-ші нөмірлі Гүлсары. Шабандозы Нұрасыл. Иесі Қабдырасол Үмбет. Бапкері Абылай. Молодежный кенті, Асакаров ауданы. Қытай кеше Қамбар баба асында 3-ші келген тай. Міне Қамбар баба асында шапқан тайлар міне бүгінде араға бір апта 6 күн уақыт салып түсіп отыр. Міне Еркіндік ауылына қошеметтеп отырыңыздар. Бұл да міне жүлдеге ілініп жүрген фаворит тайлардың бірі Гүлсары молодежный. 28-ші нөмірлі Айшуақ. Шабандозы Донти. Иесі Мақажанов Еділ. Бапкері Еділ. Ұлытау облысы Түгіскен ауылы. Жеңіс Сапқозы бұрынғы. Түгіскен ауылы. 28-ші нөмірлі Айшуақ Түгіскен ауылы. Міне биылғы жылы 90 жылдық мерейтойын өткізейін деп отырған Түгіскен ауылы. Атбегілердің ауылы. Қошеметтеп отырыңыздар, қол соғып отырыңыздар. Осы арқадағы керемет үлкен астарды
бәйгелерді ұйымдастырып жүрген осындай үлкенді кішілі ауылдар бар. 28 нөмірлі Айшуақ Түгіскен ауылы, 26 нөмірлі Айқасқа Шабандозы Бағжан, иесі Рахманов Алтынбек, бапкер Сұлтан Қарағанды қаласы, 26 нөмірлі Айқасқа Қарағанды қаласы, 31 нөмірлі Тай Кербес, Шабандоз Ернияз, иесі Жамкиев Қуаныш, бапкері Мадикош Шет ауданы Төменгі Қайрақты ауылы, 31 нөмірлі Кербес Төменгі Қайрақты ауылы, 29 нөмірлі Ақ Тілек Шабандозы Жарас, иесі Мұрсалиев Мерей, бапкері Медет Жаңарқа ауданы, 29 нөмірлі Ақ Тілек Жаңарқа ауданы, 37 нөмірлі Ақмаңдай Шабандозы Нұрахмет, иесі Шаймерденов Марат, бапкері Әли, жарық станциясы, 38 нөмірлі Байғасқа Шабандозы Нұр Ислам, иесі Салғабаев Тілек, бапкері Мирам, Шет ауданы Ақжал кенті, 36 нөмірлі Сұлуғасқа Шабандозы Ернат, иесі Жаныспай Ерлік, бапкері Қазали ағамыз, жарық станциясы, 36 нөмірлі Сұлуғасқа жарық станциясы, кешегі Айторы Байторлардың иесі Қазали ағамыз баптаған тұлпар, қошеметтеп отырыңыздар. 56 нөмірлі Мақпал Шабандозы Ералы, бапкері Азамат, иесі Арман, Көктіңкөл ауылы, Шет ауданы Көктіңкөл ауылы, 56 нөмірлі Мақпал Көктіңкөл ауылы. Міне жаңағы айтып отырмыз, жарық станциясы деп биылғы жылы 90 жылдық торқалы мерейтойын өткізейін деп отырған жарық станциясының азаматтары, міне аттың үстінде жүрген, көкпар тартатын, бәйгеге ат қосатын азаматтар. 3 тамыз күні Алла қаласа жарық станциясында үлкен дүбірлі той болады. Алла қаласа сол тойда баршаңыздың басыңыз қосылсын деген ниет тілегіміз бар ағайын. 55 нөмірлі Ханшайым Шабандозы Нұржол, иесі Кенжеғұлов Қалымжан, бапкер Алмас Алихан ауылы, 55 нөмірлі Ханшайым Алихан ауылы, кешегі дүниеден өткен Кенжеғұлов Жолдыбай атамыздың немерелері, балалары баптаған Ханшайым атты тай, қошеметтеп отырыңыздар. 54 нөмірлі Тай Том Роял, Шабандозы Абылай, иесі Садықов Қайыржан, бапкер Мадияр Қайрақты ауылы, 54 нөмірлі Том Роял Қайрақты, 53 нөмірлі Ақтангер Шабандозы Айсұлтан, иесі Айназ, бапкері Нұргелді Босаға ауылы, 53 нөмірлі Ақтангер Босаға. 51 нөмірлі Семсер Шабандозы Боби, иесі Егізіп Дүйсен, бапкері Ақжол Босаға ауылы, 51 нөмірлі Семсер Босаға ауылы. Мынау Шет ауданының намысын қорғап жүрген Ақжол бауырымыздың тайлары, қошеметтеп отырыңыздар. Міне бүгінгі тай жарысында жүлдеге үміткер тайлардың бірі 52 нөмірлі тай Лашын Шабандозы Санчо, иесі Ханшайым, бапкер Дәурен, Шет ауданы Ақжал кенті, 52 нөмірлі Лашын Ақжал кенті. Қадірлі ағайын, 52 нөмірлі тай бағана айтқан Ақжалдағы Манабай Болат ағамыздың ұлы Дәурен баптайтын тай. Сол әулеттің тайы міне кешегі Қамбар баба асында тай жарысында, 5 шақырымдық тай жарысында бірінші келген тай, қошеметтеп отырыңыздар. Лашын осы Шет ауданындағы биылғы жылғы чемпион тайлардың бірі. 39 нөмірлі Буырлы тай Шабандозы Мұқағали, иесі Аңсар, бапкер Жалғасбек Жаңарқа ауданы. Жаңағы 52 нөмірлі тай атақты Бақторының баласы, ең алғашқы алтын тұлпар тұтқан Бақторды білесіздер. Ақшатаудағы Мәткен Ақсақалдың аты. Сол Бақторының баласы, қошеметтеп отырыңыздар. Міне мына жерде сондай ақпарат келіп жатыр, айтып отырайық деген.
ниет қой ағайын. 39 нөмірлі Бурылтай, Жаңарқа ауданы. 58 нөмірлі Желқанат, шабандозы Димаш, иесі Асқан ағамыз Өспендегі. Бапкері Даука, Өспен ауылы. Өспен ауылының азаматтарына да зор алғысымызды білдіреміз қазір. Той барысында осы Еркіндік ауылының тойына көп үлес қосып жатқан Өспен ауылының азаматтарына Алла разы болсын, аттарыңыз бәйгілі болсын азаматтар. 59 нөмірлі Тай, Алау, шабандозы Нурик, иесі Баймағамбетов, Шкот, бапкер Рустам, Қарағанды қаласы. Қарағаш ауылы, кешірім сұрайым, Қарағаш ауылы, 59 нөмірлі. 60 нөмірлі Тай, Ізбасар, шабандозы Жапок, иесі Гуриев, Төлеген, бапкер Рустам, Ақжол ауылы, Шет ауданы, Ақжол ауылы. 60 нөмірлі Ізбасар, Ақжол. 40 нөмірлі Тай, Ракета, шабандоз Шерхан, иесі Әбкенов Жандос, бапкер Жандос, Құрылыс ауылы. 40 нөмірлі Ракета, Құрылыс. 41 нөмірлі Керсандық, иесі Нұрым, шабандоз Нұрым, иесі Кенежанов, Нұрдаулет, бапкер Нұрдаулет, жарық станциясы. 41 нөмірлі Керсандық, жарық станциясы. 42 нөмірлі Тай, Наурыз, шабандозы Алихан, иесі Жакенов Бекзат, бапкер Әлібек, Жаңарқа ауданы. 42 нөмірлі Наурыз, Жаңарқа ауданы. 47 нөмірлі Муздалифа, шабандозы Әбіш, иесі Алдыңғұрып Жұман, бапкер Ерасыл, Бұқар Жырау ауданы, Аюлы ауылы. 47 нөмірлі Муздалифа, Аюлы. 50 нөмірлі Семсер, шабандозы Мейір, иесі Қабди Талғат, бапкер Сұлтан, Еркіндік ауылы. 50 нөмірлі Семсер, Еркіндік ауылы, қол соғып отырыңыздар. 49 нөмірлі Семсер Қасқа, шабандозы Мерей, бапкері Аманбай, иесі Аманбай, бапкері Шеге, Қызылжар ауылы, Теміртау. 49 нөмірлі Семсер Қасқа, Қызылжар. Мынау 50 нөмірдегі Мейір атты шабандоз баламыз, қошеметтеп отырыңыз. Мейір биылғы жылдың өзінде бірнеше автокөлік ұтты. Осы облысымыздағы танымал шабандоз, Аллаға шүкір, міне бүгінде ауылымыздың тайына отырып кетіп бара жатыр. Алла тағала жолын оңғарсын. Қадірлі ағайын, қазір тайлардың тістерін тексеріп жатыр. Міне барлық тай тіс тексеруден өтті деп ойлаймыз. Енді Алла қаласа тайларды біздің төрешілер сөреден барып жібереді. Әр жақта сөре бар. Тайлардың қашықтығы 3,5 шақырым, тайлар 3,5 шақырымға шабатын болады. Алдарыңыздан қазір тайлар өткен кезде соңғы айналымға кететін болады. Алдарыңыздан 2 өтеді тайлар демек. Ал қадірлі ағайын, төрешілер тайларды жинағанша, мынау енді ортамызда Ақсақал Атбегі, ауылымыздың ақсақалы, баршаңыз білесіздер. Қайырлы атамыз отыр. Қазақ айтады, жақсы тайды баптасаң ат болары ақиқат, жақсы сөзді жаттасаң хат болары ақиқат, үлкендерден баталсаң бақ қонары ақиқат деген. Ендеше бақ қонсын қыдыр дарысын деп, Иллахи әмин деп тіземізді бүгейік бүгінгі ат жарысына, бәйгеге. Қайырлы атамыз ақ матасын берсін, баршамыз алақанымызды ақ матаға жаяйық. Иллахи әмин, Аллаға шүкір. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған қауым. Я Құдайым оңдасын, Мұхаммед пайғамбарым қолдасын. Той қыласын, тойдан кенде қылмасын. Я Раббым Алла, елдің ішін даудан, сыртын жаудан сақтап, ынтымақ бірліктен айырмасын. Тойымыз той қыласып, тойдан кенде қылмай, атымыз сүрінбесін, баламыз құламасын. Алла жар болсын, ақ жол. Аллаху акбар. Жабыдан тұлпар артық шаппаса да, дәриядан зәмзәм жақсы ақпаса да, баласы құладынның қуылмейді тұғырын алтынменен аптаса да деген қазақта бір сөз бар екен ағайын. Мынау бүгінгі ат жарысына, бүгінгі аламан бәйге бар, тай бәйге бар. Мынау арқа алтын құнаны бар. Осы бәйгеге міне сайдың тасындай іріктелген кілең, сайып қыран тұлпарлар қосылып отыр. Бұл атбегілердің қыс бойы, көктем бойы мынау мұз бен суға қарамай, лайға
қарға қарамай дайындаған тұлпарлары міне осы қаншама айдан бері дайындап жатқан, қаншама уақыттан бері дайындап жатқан еңбек бір ғана 15-20 минутта шешілетін сәт. Сондықтан қадірлі ағайын, сіздер тайлардың, құнандардың, аттардың алдынан жүгіріп шықпаңыздар, тәртіп сақтаңыздар. Тәртіп бар жерде әрқашан тыныштық болады, әрқашан той жақсы өтеді, жоғары деңгейде өтеді. Сондықтан мынау ауылымыздың азаматтары беріп отырған үлкен дүбірлі той деп айтсақ та болады. Осы дүбірлі тойымызды сіз бен біз болып бір үйдің баласындай жақсы өткізуге тырысайық. Алла қаласа қазір тайларды сөреден жібереді төрешілер. Тайлар алдарыңыздан 2 рет өтетін болады. Сөреден жіберуге арнайы төрешілер бөлінген. Мынау мәренің жанында тұратын төрешілер бөлек бекітілген. Одан бөлек 4 бұрышта 4 төреші бар. Аттардың қимауына олар жауап береді, сол төрешілер. Мынау сахнада біздің жанымызда отырған қадағалаушы төрешілер бар. Барлығында радиостанция қазіргі заман талабына сай жабдықталған. Сондықтан қадірлі ағайын, осы сіздер жақсы той көрсін, әдемі естеліктермен осы тойдан қайтсын деген ниетпен міне Еркіндік ауылының азаматтары осындай тойды өткізіп жатқан жайымыз бар. Алла тағала тіл көзден сақтап, ауылымыздың азаматтарының ынтымақ бірлігін ұзағынан қылғай. Ал қадірлі ағайын, тайлар кетті жарыс жолына. 55 тай кетті. Ал қошемет қиқуларыңыз болсын тайларға деген. Соңғы айналым жігіттер, соңғы айналым. Соңғы айналым, ал жолдарың болсын жігіттер, соңғы айналым. Соңғы айналым жігіттер, соңғы айналым. Бір тайдың баласы құлап қалды. Жедел жәрдем барыңыздар, сөре жаққа жедел жәрдем барыңыздар. Бір бала құлап қалды. Мынау қадірлі ағайын, бір тай міне қара тартып жүр. Ал жолың болсын, қиқулап шығарып салайықшы мына тайды. Жамбыл облысы Қордай ауданының тайы. Қара тартып жүр. Жиырма үшінші нөмірлі тайдың баласы құлап қалды. 23-ші нөмірлі тай. Тайлар жарты айналымды өтті. Яғни осы айналымның жартысын өтті. Қазір соңғы бұрыштарға бұрылуға жақын. Алла қаласа тайлар келе жатқанда алдынан жүгіріп шықпаңыздар. Құрметті атбегілер, ат бапкерлері, көрермендер, бәрін төрешілер өздері реттейді. Тайлардың атын атап түсін түстеп сіздерге хабарлап айтамыз кім нешінші келгенін. Тай жарысына 7 орынға жүлде беріледі. Тай жарысының бірінші орнын білесіздер. Мынау Еркіндік ауылының азаматтары тігіп отырған жүлделер бәрі де тай жарысының ең бірінші орны 200 кубтық мотоцикл және қой. Екінші орны тай және бір қой. Үшінші орын тай мен бір тоқты. Төртінші орын тайынша. Бесінші орын 2 қой. Алтыншы орын қой. Жетінші орын тоқты. Бұның барлығы Еркіндік ауылының азаматтары берген, демеушілік жасаған, осы малдай берген жүлделер.
Қадірлі ағайын, міне атбегілердің де бүгін бағы жанып осы жүлделерді ұтатынын аян, бірақ кімнің ұтатынын қазір көретін боламыз. Енді атын атап түсін түстеп тайларды таныстырдық. Өздеріңіз бірінші келеді ау, осы тай ұтады ау деп жорамалдап отырсаңыздар, ағайын тақымдарыңызды қысып жанкүйерлік танытып отырыңыздар. Арық деген жаман тай жазға шықса ат болар, жамандығы сезілсе жақын кісі жат болар деген қазақ. Міне кеше ғана құлындай биеге еріп жүрген жануарлар бүгінде міне ат болғанның белгісін жасап жарысқа бәйге шауып жатыр. Елу үшінші нөмірлі тай бастап келе жатыр. Тайлардың басын 53-ші нөмірлі тай. Бірінші нөмірлі тай кругты қиды дейді. Бірінші нөмірлі тай кругты қиды дейді. Ат деген ердің жақын жолдасындай. Жылқыдан сұлу бар ма жануарда, ат мінбей атам қазақ жарыған ба? Ол қошемет қиқу ағайын! Лашын! Ақжал! 33-2! 51-3! 26-4, 33-5, 55. Ақжал, бірінші келген тай, Ақжал кенті. Бағана айтқан Қамбар бабасында бірінші келген Лашын атты тай. Қасиетіңнен